Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 91-ші сабақ 32-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз дейді. Енді осы өлеңнің авторын ата, ол туралы білетініңді айт. Өлеңнің жалғасын айтып көр, өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсың дейді. Өлең неліктен ғылым таппай мақтанба деп аталған, көшіріп жазып, болымсыз етістіктердің астын сыз дейді. Өлең авторы бізде Абай Құнанбаев, қазақтың ұлы ақыны, философы, ағартушысы, композиторы, қоғам қайраткері. Ол қазақ әдебиетіне жаңа деңгей әкеліп, ұлттық поэзияны жаңғыртты. Абайдың шығармалары терең ойлы, рухани адамгершілік құндылықтарға негізделген. Абай қазақтың бай ауыз әдебиетін, шығыс поэзиясын және орыс әдебиетін бойына сіңіре отырып, қазақ поэзиясын жаңа сатыға көтерді. Оның өлеңдерінде махаббат, әділеттілік, білімге ұмтылу, еңбекқорлық, адамгершілік мәселелері қозғалады екен. Біз өлеңнің авторын таптық және осы авторы жайлы, яғни Абай адамы жайлы осындай бар білген ақпаратымызды айтып көрсек болады екен. Енді өлеңнің жалғасын айтып көр дейді. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз дейді. Бұл өлеңнің жалғасы осындай болады. Енді өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсың дейді. Негізгі ой жаман әдеттерден бойды тазалап, аулақ болу, адамгершілік қасиеттерді дамыту, білімге, ғылымға ұмтылу болады. Осы өлеңдегі негізгі ой. Енді өлең неліктен ғылым таппай мақтанба деп аталған. Өлеңді көшіріп жаз, болымсыз етістіктердің астын сыз дейді. Өлеңнің ғылым таппай мақтанба деп аталу себебі ғылымды іздеу, ол адамдық парыз. Ақын білім мен ғылымды үйрену адамның ең басты міндеті екенін көрсетеді. Абайдың бұл өлеңі жастарға білімнің, еңбектің және адамгершіліктің маңызын түсіндіреді. Өлең атауы да осы идеяны ашып, ғылымды таппай, яғни ғылым үйренбей тұрып мақтанудың қажеті жоқ деген мағынаны білдіретін болғандықтан өлең ғылым таппай мақтанба деп аталған екен. Енді осы өлеңді көшіріп жазамыз және болымсыз етістіктердің астын сызып қоямыз. Мінекей, ғылым таппай мақтанба, мақтанба, баптанба, шаттанба деген сөздер бізде болымсыз етістіктер болып тұр. Өлеңді дәл осылай көшіріп жазамыз және осы болымсыз етістіктердің астын осылай сызып қояды екенбіз. Келесі тапсырма 33-ші жаттығу, сызба бойынша сипаттау мәтінін құрап жаз дейді. Мінекей, мында сызба берілген, осы сызба бойынша сипаттау мәтінін былай құрап жазсақ болады. Әр адам бойында түрлі қасиеттер, әдеттер болады. Соған қарай өмір жолы қалыптасады. Өмірің жақсы болсын десең, қорқақ, қатыгез, өтірікші болма. Сонымен қатар тәртіпсіз және әдепсіз болма. Адамгершілік қасиеттерді дамытып, өжет, шыншыл әрі мейірімді бол. Ата-анаңның, ұстаздарыңның еңбегін бағалап, тәртіпті, әдепті және білімді бол. Сонда өмір жолың ашық болады. Мінекей, осы сызбаны пайдалану арқылы біз осындай сипаттау мәтінін құрап жазсақ болады екен. Келесі бізде 34-ші жаттығу. 34-ші жаттығуда мақалды жаттап ал, оның мағынасын бір-біріне түсіндір дейді. Қорқақты батырға санама, жаманды жақынға санама дейді. Яғни мақалдың мағынасы адамның шынайы қасиеттерін танып, лайықты бағалау керек деген ойды білдіреді. Мысалға, шын батыр ол қорқақ емес, батыр болу тек қару ұстау емес, рухани мықтылықты, ержүректілікті, батыл шешім қабылдай білуді қажет етеді. Қорқақ адам күрделі жағдайда сенімсіздік танытады, сондықтан оны нағыз батыр деуге болмайды. Ал жаман адам сенімге лайық емес, жаман мінезді, екі жүзді немесе арам ойлы адамды жақын көру, ол өзімізге зиян келтірумен тең болады екен. Ондай адамдар сенімнен шықпайды, қиын сәтте сатқындық жасауы мүмкін екен. Яғни бұл мақалдың мағынасы тереңде жатыр, яғни қорқақ адам ол батыр бола алмайды, ал жаман адам жақыныңдай жақсылық жасай алмайды екен. 35-ші жаттығу, шашылған бөлшектерді, яғни пазлдарды дұрыс құрастырсаң, мақалды оқи аласың дейді.
Сонда бізде өткен іске өкінбе деген мақал шықты, иә. Өткен іске өкінбеуіміз үшін барымыздың қадірін біліп, өзіміздің тәртібімізді, әдебімізді дұрыстап, білім алып, адамгершілік қасиеттерімізді дамытуымыз керек екен, иә. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.